Бүгін біз 2000 жылы шыққан «Шестой день» фильмін қысқаша талдаймыз. Я Эдам Гибсон. Что? Сейчас некогда охать и ахать. Они похитили Натали и Клару. Оқиға болашақта өтеді. Онда клондау технологиясы керемет деңгейге жеткен. Ғалымдар бірнеше сағат ішінде сүйікті үй жануарын немесе адам ағзаларын клондай алады. Бірақ толық адамды клондауға қатаң тыйым салынған. Әлем елдері бірігіп 6-шы күн заңы деп аталатын заң қабылдаған. Бұл заң Інжілдегі Құдай адамды 6-шы күн жаратты деген түсінікке негізделген. Сондықтан адам өзін қайта жаратпау керек деп есептеледі. Басты кейіпкер Адам Гибсон. Ол элиталық тікұшақ ұшқышы болып жұмыс істейді және байларға арналған тау шаңғысы курортында қызмет етеді. Бұрын арнайы жасақ сарбаз болғандықтан, оның жауынгерлік қабілеті өте жоғары әрі тактикалық ойлауы мықты. Ол әйелімен, қызымен және етімен тыныш әрі бақытты өмір сүріп жатады. Туған күні Адам серіктесі Хэнкпен бірге жұмысқа барады. Олар аса бай әрі танымал миллиардерді тауға жеткізу тапсырылған. Ұшар алдында Адамға әйелі бейне қоңырау шалады. Олардың иті қауіпті ауру жұқтырып алғандықтан, оны ұйықтатуға тура келеді. Қыздарының жүрегін жараламасы үшін әйелі Адамның Rapid компаниясына барып, итті клондауды сұрайды. Бірақ Адам ескі көзқарастағы адам еді. Ол табиғаттағы барлық тіршілік бір күні өлуі тиіс деп сенеді және өмірді оңай ауыстыру моральға қарсы деп ойлайды. Ей этого не понять, родной. Но это нормальный природный процесс. Рождение, жизнь и смерть. Ей придется. Қоңыраудан кейін Хэнкс әңгімені естіп күледі. Қазіргі үй жануарын клондамайтын кім бар? Менің өзімде клон мысығым бар. Байды мен апарамын. Олар бәрібір ұшқыштың кім екенін тексермейді. Сен барып, итімен айналыс дейді. Ақыры Адам көнеді. Ол таксиге отырып, клондау орталығына бара жатқанда ұйықтап кетеді. Орталықты аралап шыққан соң, ар-ұжданы жеңіп шығады. Ол итті клондаудан бас тартып, қызына Синди атты сөйлейтін жоғары технологиялы қуыршақ сатып алады. Бірақ үйге келгенде ол шошып кетеді. Ит әлде қашан клонданған және аулада жүгіріп жүр екен. Сол сәтте үй ішінен түсініксіз дыбыстар естіледі. Терезеден қарағанда ол өзіне айнымастай ұқсайтын адамның отбасымен бірге туған күнін тойлап отырғанын көреді. Адам не болып жатқанын түсінбей қорқынышқа түседі. Өзін клондап қойған ба деп ойлайды. Қуыршаққа қарап, үйдегі адамның оны сатып алмағанын түсінеді. Демек әйелі басқа жерден клондау қызметін пайдаланған. Бірақ ол бәрін түсініп үлгермей жатып, қара костюм киген екі агент келіп, оны электрошокермен ұрады. Алайда Адам бұрынғы арнайы жасақ сарбазы ғой. Ол есінен таныған бұл жадатта ыңғайлы сәтте әйел киллер Талияға шабуыл жасап қашып кетеді. Көлікті айтып бара жатқанда Талия шындықты айтып қояды. Адам өз клонын көргендіктен, енді бұл жойылу тиіс аномалияға айналған. Егер жұрт немесе отбасы екі адамды қатар көрсе, клондау құпиясы ашылып кетеді. Сондықтан олардың бүкіл отбасын өлтіруге дайын. Дәл сол кезде қызыл шашты келлер Уай оқ жаудырады. Бірақ байқамай Талияны өзі атып өлтіреді. Адам кенет тежегішті басып үлкен жол апатын тудырады. Уай көліктен ұшып шығып, екі машинаның арасында жаншылып өледі. Келлерлердің басшысы Маршал қатты ашуланады. Қуғын кезінде олар Адамның көлігін жардан көлге құлатып жібереді. Оны өлді деп ойлап кетіп қалады. Бірақ әрине Адам тірі қалады. Әйтпесе фильм сол жерде бітетін еді. Ол судан шығып полицияға барып, үйінде клон өмір сүріп жатқанын айтады. Бірақ ешкім сенбейді. Оны жүйкесі бұзылған адам деп ойлап қамауға алады. Ал Маршал Уай мен Талияның мәйіттерін Replicament технологиялық компаниясының құпия зертханасына апарады. Ол жерде таз ғалым бірнеше сағат ішінде екеуін қайта клондайды. Адамның айтуынша бұл жұмыртқа қуырудан да тез. Клондар дәл бұрынғыдай естеліктермен бірге оянады. Талия оянып, шашымды тағы бояуым керек дейді. Өз мәйітінің құлағынан сырғаны жұлып алады. Бұл оның бірінші рет өліп, қайта тіріліп тұрған емес екен. Келлерлер Адамның полицияда екенін білгенде бөлімшеге шабуыл жасайды. Бірақ Адам сақ болады. Ол терезені сындырып қашып кетеді. Қашып бара жатып, қызыл шашты Уайды қайта көреді де, оның тірі қалғанына таңырқайды. Ойланбастан оның мойнын тағы сындырады. Больше не надо оживать. Адам Хэнкті тауып клон туралы айтады, бірақ Хэнк сенбей абдырап қалады. Екеуі Адамның үйіне барып, клонның әйелмен бақытты өмір сүріп жатқанын көреді.
тебе? Да, спит. Өзін артық адамдай сезінген Адам Хэнктің пәтеріне кетеді. Кенет жаңа әріптес келіп Хэнкті атып өлтіреді. Адам қарсы шабуыл жасап, шабуылдаушыны жаралайды. Ол өзін клондауға қарсы экстремистік ұйым мүшесі екенін айтады. Ол Адам мен Хэнктің екеуі де клон деп ойлағандықтан шабуыл жасаған. Миллиардердің келлерлері келгенде экстремист өз ДНК-сы мен естеліктерін клондауға жол бермес үшін басынан атып өзін өлтіреді. Адам қатты атысқа түсіп, Маршалдың аяғына оқ тигізеді және Талияның бірнеше саусағын жұлып түсіреді. Технологиялары мықты болғанымен, келлерлер Адамның әскери тәжірибесіне төтеп бере алмайды. Ақыры Адам репликант технологиялық штаб пәтеріне жасырын кіріп, миллиардер Майкл Друкердің жады чипін ұрлап алады. Сол чиптегі ақпарат арқылы Адам ақырында бүкіл шындықты біледі. Барлығы сол тау шаңғысы сапарынан басталған еді. Клондауға қарсы экстремист топтың мүшесі тікұшақтағы Майкл Друкерді және ондағы барлық адамдарды өлтіріп кеткен. Компания беделі мен акциялары құлдырап кетпес үшін доктор Вейр бәрін дереу клондайды. Бірақ олар қателесіп сол күні тікұшақтағы Адам басқарт деп ойлаған. Сөйтіп Адамды клондап қояды. Кейін ғана шын мәнінде рейсті Хэнк басқарған түсінеді. Қатені жасыру үшін артық адамды өлтіруге келлерлер жібереді. Жады чипіндегі мәлімет Друкердің өзі де клон екенін дәлелдейді. Бұл 6-шы күн заңының тікелей бұзылуы және оның бүкіл империясын құлатуы мүмкін үлкен құпия еді. Бір кезде келлерлер Адамның әйелі мен қызын кепілге алып кетеді. Адам ғимаратқа келгенде өз клонымен кездеседі. Я Эдам Гибсон. Что? Сейчас некогда охать и ахать. Они похитили Натали и Клару. Ұзақ түсіндіруге уақыт болмағандықтан, ол клонды уақытша есінен тандырып, Друкермен келісім жасайды. Жады чипін отбасының орнына айырбастау. Осы уақытта доктор Вейрдің клон әйелі аурудан қайтыс болады. По-моему, у тебя маловато алюминия. Ты смеешься? Я добавлял ровно столько же во время тропической войны. Оның өлімі арқылы Вейр қорқынышты шындықты біледі. Друкер барлық клондардың денесіне жасырын генетикалық вирус енгізген екен. Друкердің айтуынша, клондардың қысқа өмір сүруі олардың бақылауда ұстауға көмектеседі. Егер олар бағынса, өмірін ұзартатын арнайы дәрі беріледі. Друкер Вейрдің әйелінің өліміне немқұрайлы қарап, басқасын клондап ала саласы дейді. Осыдан кейін жиіркенген Вейр жұмыстан кететінін айтады. Бірақ Друкер оны сол жерде атып өлтіреді. Кейін қажет болса, адал нұсқасын клондаймын деп ойлайды. Келісім болатын жерде келлерлер Адамның тікұшағын жарып жібереді. Бірақ ол жалған тікұшақ еді. Нағыз Адам әлдеқашан ғимаратқа кіріп кеткен болатын. Қатты төбелестен кейін оны ұстап алады. Сол жерде Друкер ең үлкен құпияны ашады. Біз бүкіл фильм бойы бақылап жүрген Адам шын мәнінде клон болған. Ал үйде отбасымен бірге жүрген адам нағыз Адам. Друкер клонды анықтаудың оңай жолын түсіндіреді. Төменгі қабаттың астында арнайы белгі болады. Әр нүкте адамның неше рет синхрондалғанын көрсетеді. Адам айнаға қарап, қабағын төмен түсіріп, белгіні көреді. Ол қатты күйзеліске түседі. Бірақ Друкер мысқылдап, біз бір жақта болуымыз керек дейді. Алайда клон Адам оған қосылудан бас тартады. Оның орнына Друкерді кепілге алады. Сол сәттегі хаосты қызыл шашты Уай абайсызда Друкердің ішіне атып жібереді. Ал нағыз Адам жасырын түрде ғимаратқа кіріп, жарылғыш заттар орнатып, әйелі мен қызын құтқарады. Ашуға булыққан әрі өлім аузындағы Друкер Уайды атып тастап, Маршалға оны енді қайта тірілтпеуді бұйырады. Өзіне аз уақыт қалған түсінген ол, санасын жаңа денеге көшіру үшін клондау камерасына жүгіреді. Бірақ клон Адам оны тоқтатуға тырысады. Төбелес кезінде Талия байқамай клондау капсулаларын сындырып жібереді. Мыңдаған литр эмбрион сұйықтығымен аяқталмаған адам денелері бөлмені су басып кетеді. Сол кезде Маршал жаншылып өледі. Друкердің клондау процесі аяқталмай қалады да, оның санасы қорқынышты жартылай дайын денеге ауысады. Тересі жоқ, қан жоса құбыжық оянып, өліп жатқан түпнұсқа Друкердің киімдерін жұлып ала бастайды. Осы кезде нағыз Адам келіп, клон Адаммен бірге әлгі құбыжықты жеңеді. Екеуі ғимарат жарылар алдында қашып шығады. Барлық қиындықты бірге өткергеннен кейін екі адам дос айналады. Бірақ қоғамда тек бір ғана Адам Гибсонға орын бар еді. Сондықтан клон Адам оңтүстік Америкаға кетіп, жаңа өмір бастауға шешім қабылдайды. Ал нағыз Адам отбасына оралады. Көргендеріңізге рахмет. Осындай қызықты фильм талдауларын жіберіп алмас үшін жазылып, хабарламаларды қосып қойыңыздар.